Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сіздермен дөңес фигура жөнінде ұғым, үшбұрыштың ауданын табу және оның формулалары тақырыбын өтеміз. Дөңес фигура. Дөңес фигура дегеніміз бұл кез келген екі нүктесін қосқанда олардың арасындағы кесінді толығымен осы фигураның ішінде жататын геометриялық пішін. Басқаша айтқанда, фигура сыртынан ішке қарай ойылып кетпейді. Барлық көпбұрыштар, үшбұрыш, төртбұрыш, бесбұрыш сынды, сонымен қатар шеңбер, дөңгелектер, олар бізде дөңес фигуралар болып табылады. Үшбұрыштың ауданын табу. Үшбұрыштың ауданы дегеніміз бұл үшбұрышпен қоршалған жазықтағы параметрсіз бет өлшемі. Үшбұрыштың ауданын тек қабырғалар мен биіктігімен немесе бұрыштармен байланысты табамыз. Үшбұрыштың ауданы әрқашан оң сан болып табылады. Үшбұрышты әртүрлі жолмен кесіп немесе қиып қайта орналастырсақ, аудан өзгермейді. Енді үшбұрыштың ауданын формуламен танысақ. Бірінші формулада бізде S тең H бөлінген 2. Мына жақта тұрған биіктік ол бізде А қабырғасына түсірілген. Яғни мына жерде тұрған біздің А дейтін қабырғамыз бұл биіктік түскен қабырғаға байланысты өзгеріп отырады. Келесі формула S тең АБ синус альфа бөлінген 2. Мына жерде бізде А және Б қабырғасы, сонымен қатар олардың арасындағы альфа бұрышы. Келесі формула ол бізде Герон формуласы деп аталады. Бұл формуланы қолдану үшін біз ең алдымен жарты периметрін таба аламыз. Яғни, кәдімгідей периметрді есептейміз, оны 2-ге бөлеміз. Кейіннен S тең П түбірасты П азайтылған А көбейтілген П азайтылған Б көбейтілген П азайтылған С формуласын қолданамыз. Келесі формулаларда біз үшбұрышқа сыртта және іште сызылған шеңберлерді қолдану арқылы біз мына формуланы қолданамыз. S тең АБ С бөлінген 4R, S тең жарты периметр көбейтілген радиус. Келесі формула бұл бізде S тең А квадрат түбірасты 3 бөлінген 4. Яғни мына жерде тұрған үшбұрыш арқылы біз оның барлық қабырғалар тең екенін байқай аламыз. Енді осы тақырып бойынша біз сіздермен есеп шығарайық. Бірінші есеп үшбұрыштың іште сызылған шеңберінің радиусы 3-ге тең, ал үшбұрыштың периметр 20. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Мына жақта бізде үшбұрыш берілген, іште сызылған және оның радиусы бар. Бізде берілген жазамыз. Берілгені А, Б, С үшбұрышы. R тең 3-ге тең, П, үлкен П бізде 20-ға тең. Енді біз сіздермен осының ауданын табу керекпіз. S тең R-ге тең. Сонда S тең 20 көбейтілген 3 бөлінген 2. Яғни 60-ты 2-ге бөліп алатын болсам 30. Үшбұрыштың ауданы менде 30-ға тең болады. Келесі есеп. Қабырғалар 4, 5 және 13 болатын үшбұрыштың ауданын табыңыз. Яғни мына жерде бізде А, Б, С үшбұрышы берілген. Қабырғалары 4, 15 және 13. Мынау арқылы біз әртүрлі қабырға екенін байқай аламыз. Яғни біз бұл жерде Герон формуласын қолданамыз. Енді мен бұны жазам. Берілгені А, Б, С үшбұрышы. А, Б қабырғасы менде 15-ге тең. Б, С қабырғасы менде 4-ге тең. А, С қабырғасы менде 13-ге тең. Маған табу керек осының ауданын. Ең алдымен біз сіздермен осы формула бойынша жарты периметрін табамыз. Яғни П тең 13 қосу 4 қосылған 15 бөлінген 2. 32-ні 2-ге бөлем тең болады 16. S тең түбірасты 16 көбейтілген 16 азайтылған 15, 16 азайтылған 13 және 16 азайтылған 4 болады. Сонда бізде түбірдің астында 16 көбейтілген 1 көбейтілген 3 көбейтілген 12 қалады. Түбірасты 16-тан бізде 4 шығады. Мына жерде тұрған 12 ол бізде 3 пен 4-тің көбейтіндісіне тең. Яғни 2 3 болғандықтан менде 1 шығады. Түбірасты 4-тен 2, сонда бұл есептің жауабы бізде 24-ге тең.
Енді келесі есепке назар аударсақ, ABC үшбұрышында B бұрышы бізде 120 градусқа тең, AB тең 7-ге, AC тең 13-ге. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. ABC үшбұрышы. Яғни B бұрышы бізде мына жерде, ол бізде 120 тең. AB тең бізде 7, AC тең 13. Яғни бізде мына жерде BC қабырғасы белгісіз. Неге? Себебі мына жерде екі қабырға мен оның арасында бұрыш болғандықтан маған мына жерде AC қабырғасы емес, BC қабырғасы керек. Енді есептің берілгенін жазайық. Берілгені ABC үшбұрышы AB тең 7-ге, AC тең 13-ге табу керек маған аудан. Ең алдымен мен косинустар формуласын қолдану арқылы BC қабырғасын тауып аламын. Яғни AC квадрат тең болады AB квадрат қосылған BC квадрат азайтылған 2 көбейтілген AB көбейтілген BC көбейтілген косинус 120-ға. Косинус 120 ол бізде минус косинус 120 градус тең болады менде минус 0,5-ке. Енді осына есепке қосайық. 13-дің квадраты қосылған 7-ның квадраты қосылған x квадрат азайтылған 2 көбейтілген 7 көбейтілген x көбейтілген минус 0,5. Сонда 169 тең болады 49 қосылған x квадрат. Мына жақта бізде 2 минус болсын плюс болады, және менде қосылған 7x. 2-ні 0,5-ке көбейтсем менде 1 болады. Сонда x квадрат қосылған 7x, мына жерде 169, ол менде мына жаққа минус болып барғандықтан менде минус 120 тең болады 15-ке. Мен вет формуласын қолданамын, яғни вет бойынша 120 саны бұл бізде 15 пен 8-дің көбейтіндісіне тең. Енді бізде мына жақта минус болғандықтан мен мына жерде x1 мен x2-ның қайсының таңбасын анықтау керекпін. Мына жерде менде плюс 7 болғандықтан маған минус 7 шығу керек. Демек x1 менің минус 15-ге тең, ал x2 менің 8-ге. Яғни BC қабырғасы бізде 8-ге тең болады. Енді S тең AB көбейтілген BC бөлінген 2 көбейтілген синус 120 градус. 7 көбейтілген 8 түбірасты 3 бөлінген 2 және бөлінген 2. Сонда бұл есептің жауабы 56-нан есептің жауабы бізде 14 түбірасты 3 болады. Қабырғалары 13, 14 және 15 болатын үшбұрыштың ең кіші биіктігін табыңыз. Қараңыздар. Бізде бұл жерде аудан туралы сұрап жатқан жоқ. Бізде тек қана мына үш қабырғаның қайсысына түсірілген биіктік бізде кішкентай болады. Енді есептің берілген жазайық. Берілгені А тең 13, Б тең 14, С тең 15. Табу керек бізде H минимум, яғни ең кішкентай. Ең алдымен мен жарты периметр тауып аламын. Біз бұл жерде мына форманы қолданамыз. Осы форманы және S тең AH бөлінген 2. Яғни бұл екі формамен біріктіру керек. Ең алдымен біз сіздермен бірге жарты периметрін таба аламыз. Б тең 13 қосу 14 қосылған 15 бөлінген 2. Сонда 42 бөлінген 2 тең болады 21. S тең түбірасты 21 көбейтілген 21 азайтылған 13, 21 азайтылған 14 және 21 азайтылған 15. Сонда 84-ке тең болады. Енді мына форманы біз түрлендіріп алатын болсақ, А тең 2S бөлінген H. Мына жерде тұрған қабырға байланысты біз сіздермен бұл жерде Б және С сынды қабырғаларды қоя аламыз. Ең алдымен А бойынша табайын. А тең менде 13-ке тең. Сонда 2 көбейтілген 84 бөлінген 13, бұл менде 12,19-ға тең. Енді бұл бойынша табам. 2 көбейтілген 84 бөлінген 14 менде 12-ге тең. С бойынша табамын. 2 көбейтілген 84
бөлінген 15 менде 11,2-ге. Яғни ең кішкентай биіктік менде 11,2. Егер де менде есептен ең үлкен биіктігін тап десе, біз сіздермен 12,5 деп белгілейміз. Ең кіші десе, демек 11,2. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.